Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сізбен бірге осындай май болып кеткен қазанды қолыңыздың күшін салмай майы ағып түсетіндей ең оңай тәсілмен тазартамыз. Қазанның жап-жаңа болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен үлкен қазанның сиятындай ыдысқа су құйып қайнатып аламыз. Үстіне 6 ас қасық порошок саламыз. Одан соң бір бүтін кір сабынды бөліп немесе теркадан өткізіп салсаңыздар болады. Үстіне ас содасынан 6 ас қасық қосамыз. Барлық құрамның мөлшерін әпсенеге жазып кететін боламын. Одан соң үстіне 6 ас қасық тағы да пістемай құямыз. Бұл әдіспен тек қана қазанды ғана емес, қасықтарды, мантоварканы, каструльдер мен шыны қақпақтарды, жалпы майлы ыдыстарды еш қиналмай кетіре аласыздар. Мен жарты сағаттан кейін қазанымды алып, осылай губкамен сүртіп көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай, өзі ағып, тек губкамен сүрткен өзінде түсіп қалып жатыр. Мүлдем күш салмай, қырғышсыз-ақ осылай қазандарыңызды тазарта аласыздар. Әрі химикатсыз, зияны жоқ ең оңай тәсіл. Бірақ айта кететін жайт, бұлай терісі тұсықталатындай сковородкаларды қолдана алмайсыздар, өйткені ыстық суда олардың қабығы еріп кетуі мүмкін. Қолдарыңыз ыстық суда күйіп қалмас үшін осылай перчатка киіп алсаңыздар болады. Егер майлы ыдыстарды сатып алған зиянды, иісі өткір химикаттармен кетіре алмай жүрсеңіз, осы тәсілді жасауға кеңес беремін. Осыдан кейін сіз басқа әдістерді жасап қиналмайсыз. Менің қазаным әппақ, жап-жаңа болып шықты. Осы әдіспен өте оңай майын кетіріп алдым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеода айтқанымдай, тек қана қазанды емес, басқа ыдыстарды осылай жуып алсаңыздар болады. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.